Сәлеметсіз бе? Дерме титодастар Семейден сәлем. Бүгін Клара ханым, ұлыма босандым. Баламның туған күні. Сол үшін енді аягөзге де кетпей, бүкіл өскемендегі бала шағам бәрі Семейге келе жатыр. Мен осында болғандықтан, осындағы үлкен балаларыма келіп, барлығы бір жерде жиналып, туған күнді тойламақшы. Былтыр бұлдың туған күнін Өскеменде, ертістің ар жағында Қадірде тойлағанбыз. Биыл осылай сәтін салып тұрған сияқты, мен осында болғаннан кейін. Сондықтан ұлымның туған күні құтты болсын. Негізі мен босанған кезде екінші отделениеде, үшінші роддомда түгел қыз балалар болыпты. Сонан әйелдер список алып, анда қыз, мында қыз деп жазып жүрген не болды деп едім. Ол тапқан күш жоқ деді. Гитлердің туған күніне де қояды. Сөйтсе Гитлердің туған күні 20-сы екен. Ол кезде ол жоқ, қарайтын интернет жоқ енді, оны туған күнін біз есімізде сақтап отырғанымыз жоқ қой. Қазір қарасам, сол 19 апрель Обен балам менің, атын Елдос деп Тоқтар, Арысқайша деген кіндік шешелері өздері қойды. Арысқайша да өте киелі әйел еді, ана еді. Қара, сен өте жинақайдың, биыл қалатың алды ашылып, өзің шашып жүрсің, сен 3 қыздан кейін ұл табасың деді. Соның айтқаны болды. Атын да өзі қойды. Шілдехананың да Тоқтар Гайдың бастығы еді, Семей Платинский облысты оқуға кеткен Павлодарға. Соны адамдар бір колгот кейін қысып алып келіп жатты. 40 күн той болды десем болады. 40 қасық судан шығарған кезде Тоқтарды күтіп, мәресері боп, қалағандары кілем боп, олар қалжа әкеп, біз ұлымның туған күнін атадық. 40 қасық суын қалжалы бала олжалы бала деп қазақта. Ұлым олжалы болды. Сонымен бүгін ұлымның туған күні құтты болсын. Кешке айтылатын барлық тілектер қабыл болып, Алла тағала ұзақ ғұмыр берсін дегім келеді.